Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қалайсыздар, батырлар? Неге рисковать ете алмаймын? Неге рисктан қорқамын? Немесе рисктің қалай алдын алуға болады? Өте маңызды, осы видеоны соңына дейін көрсеңіз. Көптеген адамдар жазады. Мен сөйткім келеді, мен бүйткім келеді, мен көтерілгім келеді, әкешеме көмектескім келеді, жағдайымды жасағым келеді, ұялғым келеді, сөйткім келеді, қиыншылықтан, ақша тапшылығынан шыққым келеді. Бірақ неге рисковать ете алмаймын? Ең басты критериялар. Яғни оған себеп көп. Біреу травма деуі мүмкін. Яғни құлаған сайын қорқа беретін, ұрынып қалам ба деп ойлай беретін ойлар келе береді. Әсіресе қысып жоқшылық тіреген кезде тағы да жоғалтып алам ба деген қауіп бұл әркімнің басында бар. Жиған тергенін жоғалтып аламын деген ойда жүрген адам әр кезде жоғалтады. Менде болса ғана жасап кетем деген ойда жүрген адам ол қадалады. Жақында ғана бір бауырым, шынымен де біраз ақша, 10 жылдай жер астында қызмет етіп, 10 миллиондай жиған тергенімен Алматыға көшіп келді. Келе сала совет, ақыл. Бірақ мен түріне қарап бірден айттым, сен дірілдеген состояниеде тұрсың. Жоғалтып алудан қорқып тұрсың. Сен шынымен де дайын емессің, шала мотивациямен тұрсың. Жо, мен артқа қайтпайын дейді. 3 айдай уақыт өтті, ақша жоқ, саусақ тістеп, мұрын салбырап қалған. Не болды? Қайда кеткенін өзі түсінбеді. Ең бастысы, жоғалтып алудан қорқсақ, біз табудан да қорқамыз. Кез келген ақша ол бар, дүние ол бар. Яғни жасауға болады. Ол адам деген білесіздер, енді инвестицияға бағыттаған кезде қалай келетінін түсіну керек. Сол үстінде рисктің өлшемі бар. Рискті өлшей алу керек. Яғни бір нәрсені салдыр-гүлдір жасамай тұрып, оны өлшеп алу керек. Қазақта аз-аздан деген нәрсе бар. Яғни километрлер милдан дейді. Ақырын-ақырын, километр шақырым деген нәрсе. Негізі, әр нәрсенің өзінің өлшемі дегеніміз гарантиясы болу керек. Ол сенің басында. Ал кез келген іс ол ақша келмейді. Мотивацияға тойып, ақша салып жіберуді де қою керек. Сол үшін де өлшеу дегеніміз ол түсіну. Яғни кез келген рынокқа кірмей жатып, біз ішкі кухнясын ұқпаймыз. Сол үшін де адамдар көп жағдайда елге салу арқылы көтерілгісі келеді. Сол үшін де бізде пирамидалар жайында көп историялар. 10 миллион, 20 миллион, 70 миллион, 80 миллион, 100-ден жоғары миллиондар салып тастаған. Бір жыл бұрын ғана ақша жоқ деп жүрген адамдар 30, 40, 50 миллионды тапқан. Игромандар жайында да мен шығарған болатын. Олар қалай да табады. Өйткені оның басында соның күні туып тұрған сияқты ойлар келе береді. Яғни ол иллюзияға сенеді. Ал біз кәсіпкерлер неге сену керекпіз? Біз интуиция деген нәрсеге, яғни қазақта түйсік дейді. Түйсік дегенде түсінесіз ғой, ол басындағы шешім. Көп жағдайда Аллаға шүкір, мен өзімнің түйсігім өзімді алдаған емес. Түйсіктің дұрыс айтатынына мен толық сендім. Ал бір нәрсені бастайтын кезде көрші қолан, туған туыс, әсіресе қасындағы әйелің, күйеуің, опыты жоқ адаммен ақылдаса қалсаң, сенің бағытын өзгертіп жібереді. Сол үшін адамда жасаған ісіне бірден салмау керек, бөліп-бөліп кіру керек деген нәрсе бар. Яғни рисктің өзін
өлшеу керексің. Мысалы, бір қойды котлет қылып, стейк қылып, қуырдақ қылып, сірне қылып, бешбармақ қылып, ішек қарнын басқаша турап жесең өте күшті дәмдері болады. Солай ма? Тура сол сияқты кез келген кіретін саланың өзін әртүрлі жолдармен. Мысалы, миллион теңгең бар ма, 500 мыңды бір бөл, 500 мыңды 5-ке бөл. Сөйтіп, сапырыстырып, бірін шығарып жүріп, кірген салада жеміс болады. Бірақ, нольмен кірген бизнес қалайда тез өседі. Өйткені, ноль дегеніміз құрау. Біз құраған кезде рискқа жақын боламыз. Яғни вариант болмайды бізде. Сол үшін бізде мостжақ деген программа болады. Яғни мостжақ дегеніміз біз ситуацияға түсіп аламыз да шешіміз дейміз. Көп жағдайда адамдар тендерді ұтып алғаннан кейін барып қана іздейді. Яғни тауып алып, одан кейін тендер ұтатындар көп жағдайда қатыса бермейтіндер. Ал ұтып алып, одан кейін барып іздейтіндер, ол осы рискқа жақындар. Яғни примерно түсініп алды, плюс-минусын ұғып тұр, бірақ неге керек екенін түсінбей тұр. Яғни нақты не екенін түсінбей тұр, кірді. Яғни екі жағын өлшеп алды, ортасын ұстап алды. Солай ғой. Ақша тауып алғаннан кейін проблема туындай ма, или проблема туған жағдайда ақша тауып аламыз ба? Яғни проблема туындаған жағдайда ғана біз ақша табамыз. Ақша тауып алып, одан кейін барып проблеманы шешпейміз. Түсіндір алдым ба? Тура солай ситуация бұл рисктің алдын алу дейді. Өмірде риск жоқ, өлшем бар. Көбісі қадалып қалатындар неден? Ең соңғысын жоғалтып алуға қорқатындар, қадалатындар. Немесе сығылдыр-гүлдір кіре салатындар, қадалатындар. Адамда түйсік деген нәрсені дамыту керек. Ол түйсік деген сенің оқуың, ізденуің, осындай видеоларды қарауың. Сол үшін бір комментарий жазып, лайк басып, бір қолдай кетші. Қарапайым қазақша контент өссін, дамысын десең, жан-жаққа жолдай кет. Туған туыс, дос жоран, таныс тамырға жіберіп қой. Өзі санаулымыз. 6 жылдан аса түсіріп кел жатырмын. Не подписчиктарымыз? Әлі 100 мыңға жеткен жоқ. 100 мыңға жеткізіп тастайық. Неге өспеске? Опытпен тағы да бөлсемін. Мына каналды керемет каналға айналдырғым келеді. Бизнестерге разбор сайтын, бүкіл бизнестің түпкі тамырын түсіндіретін, ішкі кухнясын түсіндіретін канал қылғым келеді. Сол үшін жазылып қой, әлі де қызықты контенттер аласың. Ойың еркін болсын, басында проблема, стресс, ситуацияларды жинай берме, сол кезде қателеспейсің. Қателесудің өзінің мөлшері бар. Бірінші қателік нормально. Екінші қателік сен қателікті таңдап алу. Үшінші ақымақ болып тұрып, сол қателікті қайтадан таңдап алу. Сол үшін бірінші қателессең, это норма. Қателесуден қорықпа. Ақымақ қана қателеспейді, ол ештеңе жасағысы келмейді. Слишком умный қателеспейді, өйткені ол слишком умный, яғни ақылдылы. Синдром отличника. Қателескісі келмейді, жаза алғысы келмейді. Сол үшін өмірде риск қабайт ету, қателесу, қайта-қайта жасап көру, тірлікті бірінен кейін бірін дисциплинамен жасау, это нормально. Сөз соңында айтарым. Қараңыз. Аңдар, жыртқыш аңдар. Арыстан деп алайық. Өтіп жатыр, еліктер өтіп жатыр, бәрі тұр ожидание. Біреу ар жақтан жүгіріп келді, бір аң секіріп, біреуін ұстап алды. Мынауа тұрғандар умнилар. От жерді күтіп тұр, бірін-бірі күтіп тұр. Анау білмеймін қай жақтан келген, сағалдыр-гүлдір кірді де бір елікті, боғыны, немесе басқа өзінің жертвасын ұстап алды. Кәсіпкер деген солай.
Адамдар ойланып, толғанып, мың құбылып, шешім шығара алмай жүргенде 2-3 рет қателесіп, 3-ші рет жағдайыңды сол жерден жасап, тағы да не істесем деп тұрасың. Қателесудің КМС, кандидат мастер спортаның бірі менмін. Это нормально. Опыт алдым, өстім, жетілдім, көре-көре көсем болдым, сөйлей-сөйлей шешен болайын деп тұрмын. Аман болыңыз, сау болыңыз, өсіңіз, өніңіз. Жақсылықта кездескенше.